Атырауда жоғалған отбасының 2 мүшесінің мәйіті табылды. Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, жоғалған адамдар қасақана өлтіріліп, сарайға көмілген. Тергеу барысында қылмыс жасалған орынның едені алдын ала линолеуммен жабылған анықталған. Қазір тергеу амалдары мен қажетті сот сараптамалар тағайындалып, құқық қорғау органдары тексеріс жүргізіп жатыр. Қаза тапқандардың жеке басы әзірге ресми түрде нақтыланған жоқ. Алайда алдын ала болжам бойынша олар отбасының жасы үлкен мүшелері болуы мүмкін. Сонымен қатар бейресми дерек көздерде бұл қылмысқа жоғалған отбасының күйеу баласының қатысы болуы ықтимал деген нұсқа айтылып жатыр. Алайда полиция аталған ақпаратты растаған жоқ. В Кызылкугинском районе обнаружены тела супругов, ранее числившихся без вести пропавшими на территории Атырауской области. Поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще 2 пропавших лиц продолжаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Личность подозреваемых установлена. В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по его розыску и задержанию. Призываем пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно официальными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных и непроверенных сведений. Иная информация в интересах следствия на данном этапе. Знаете, я жага вижу новости, вы мне отправляете, да Иманда Болсуну очень сложно. Но вчера, когда я говорила около дома, да, помните, как-то история была, не помню, когда девочку закопали около дома, вот в железном, под железным. Вот что-то вот такое было вчера видение. Но, видать, это так. Ну, девочку тоже нужно искать рядом, потому что 3 человека там должны быть вместе рядом. Насчет мальчика не могу ничего сказать, как будто бы он на расстоянии. Может быть, да? Но девочка точно неподалеку, вот, неподалеку во дворе тоже, мне кажется, нужно поискать. Атырауда жоғалған отбасыдағы 2 адамның денесі табылды. Атырау облысында із-түссіз жоғалған отбасыға қатысты істен қайғылы деректер шықты. Бейресми ақпарат көздерінің мәліметінше 2 ересек адамның мәйіті табылған. Алдын ала болжам бойынша аталған азаматтар қасақана өлтіріліп, кейін ауладағы шаруашылыққа арналған нысанда жасырын көмілген болуы мүмкін. Айтуларынша, мәйіттер көмілер алдында ғимарат едені линолеуммен жабылған. Алайда бұл деректер әзірге ресми органдар тарапынан расталған жоқ. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде және бейресми ортада қылмысқа жоғалған отбасының күйеу баласының қатысы болуы ықтимал деген түрлі нұсқалар тарауда. Дегенмен құқық қорғау органдары бұл ақпаратты нақтыламады. Сондықтан ол тек жорамал деңгейінде қалып отыр. Еске салсақ, бұған дейін полиция бірнеше адамның жоғалу фактісі бойынша аса ауыр қылмыс бабы аясында тергеу басталғанын, іздестіру және жедел тергеу шаралары күшейтілген тәртіпте жүргізіліп жатқанын хабарлаған еді. Қадірлі оқырман, Атыраудағы менің туған жерім, яғни Қызылқоға ауданы, соның маңайындағы Жангелдин селосындағы жағдай шынымен де резонанс туғызды. Бүгін хабар келді, яғни 2 үлкен кісінің денесі сол үйдің ауласындағы жазғы сарайынан табылған деп. Яғни көміп үстіне диван қойып кеткен. Бұл қандай жауыздық? Біз қайда бара жатырмыз? Алақандай ауылда осындай жағдай болып жатса, басқа жерлерде білмеймін. Қалай болғаны енді ашылады деген ойдамыз. Мүмкін шынымен де айтып жүрген күйеу баласы кінәлі ме? Егер кінәлі болса, қалай ол жауыздықпен өлтіріп, солардың ақшасына Балиде демалып жүреді? Айтуға сөз жоқ.